Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы декабрист гүлі туралы айтатын боламыз. Бұл декабристің жасы 2-ге толды. Бұл 2 жылдық декабрист. Мен бұл декабристі кішкентай уақытында сатып алғанмын. Қазір міне уже мынандай көп жапырақта демейді екен, сабақта демейді екен, бұны сегмент деп атайды екен. Міне осындай көптеген сегменттер берді. Енді бұны да көбейтудің сегменттерінде көп болып шығуының өзінің себептері бар, жолдары бар. Қазір мен оны осы видеоның арасында айтып кетемін. Бұл гүлді декабрист дейді, шлюмбергер дейді, рождественник, зигокактус дейді. Негізі бұл гүлдің ғылыми атауы шлюмбергер деп аталады. Бұл декабрист кактустар тұқымдастығына жатады, бірақ бұл кактус болғанымен, тұқымдастығына жатқанмен, бұның ешқандай жаңағы несі жоқ, мынандай тікенектері жоқ. Ал кактустарда тікенектер болады, міне бұның айырмашылығы сонда. Енді бұл кактусты кейбіреулер айтып жатады, гүлдемейді, қалай гүлдетуге болады деп. Декабристі міне мен 12 күн еңбек кетер алдында жақсылап суарып, бұны солтүстік жаққа шығарып кеткенмін. Қазір бұл батыс жақта тұр, бірақ мына көріп тұрғандарыңыздай тал бар. Талдан күн уже батып бара жатқанда ондай қатты күн сәулесі түспейді. Негізі бұл декабрист қатты күн сәулесін жақтырмайды. Сондықтан да осы бөлмеге қайттан әкеліп қойдым. Негізі күзде гүлдейтін уақытта бұл гүлді бір жерден бір жерге ауыстыруға болмайды. Бұл гүлді тек бір жерге қойдың ба, сол жерде тұру керек. Бірақ енді мен ережені бұздым. Сөйтіп келсем, 12 күннен кейін шамалы мына жапырақтардың бәрі жаңағы не істеп жұмсарып, уже түсіп қалыпты 1-2 жапырағы. Содан шамалы ғана, көп емес, шамалы ғана су құйдым да, сонан осы бөлмеге әкеліп қойдым. Енді көреміз. Бірақ қазір сіздерге көрсетсем, міне мына жерде міне кішкентай ғана міне гүл ашайын деп тұрған сияқты. Енді күтеміз, көреміз. Егерде міне де егерде гүлдеп жатса, мен сіздерге тағы да бір видео түсіріп көрсететін боламын. Енді декабристің күтіміне келетін болсақ, жазда бұл декабристке жақсылап уақытылы топырағын кептірмей суару керек. Сосын для декоративно-лиственных деген тыңайтқыш беру керек. Болмаса для кактусов деген өзі арнайы тыңайтқыштар болады. Сол тыңайтқыштарды беру керек бұған. Қыркүйектен бастап біз барлық гүлдерге тоқтатамыз ғой тыңайтуды. Бұған да сөйтіп тоқтатып, бұның суын азайта бастаймыз. Сосын бұған күн түспейтін осындай салқын жерге қоямыз. Міне мен мынау терезе салқын, уже салқындап бастап жатыр. Сол мынау несін арман қарай сол терезеге тақап, мына жапырақтарын осылай терезеге жақындатып қойдым. Негізі бұған біз стресс жасауымыз керек. Мұздай жерге қойып, суармай, сол кезде барып, бұл жаңағы осындай өзінің бутондарын беріп, гүл аша бастайды. Сосын бұның бір гүл ашайын деп тұрған білетініміз, мына сегменттерінің, мына ұштарының барлығы мынандай болып қызара бастайды. Не көрдіңіздер ме? Не осындай қызара бастайды. Не содан мына жерінің ұшына бутондар пайда болады. Міне қызара бастады. Көбісінікі сондай мынандай ұштары қызарайын деп тұр. Міне сосын кішкентай ғана томпайып тұрады. Бұның тағы бүйтіп қызаратыны жаңағы күн жақсы түскеннен қызарады дейді. Бірақ енді бұл менің кактусым күнде тұрған жоқ еш уақытта. Мен жаңағыдай солтүстік жаққа қоям. Ояққа күн түспейді, тек жарық қана болып тұрады. Оңтүстікке қоймайым бұны. Енді мынау батыс терезе, осы батыс терезеге күн батып бара жатқанда бұған күн қатты түспейді, күн сәулесі, өйткені талда тұр мына жерде. Міне
талдан да ондай күннің сәулесі ондай көп түсе бермейді. Сосын бұл бөлме салқындау болғандықтан мен осы бөлмеге әкеліп қойдым. Сосын бұл декабристі енді бутон ашып гүлдейін деп келе жатқанда бұны былай горшоктарын ауыстыруға болмайды. Ол кезде горшоктарын былай қисайтып ауыстырып тұрсақ, ол мына басындағы шығайын деп тұрған гүлдердің барлығы кеуіп түсіп қалады. Барлық гүлдер біз білеміз, жазғы уақытта гүлдеп өзінің әдемі гүлдерін ашады, демалады қыс бойы, көктемге дейін. Ал бұл декабрист керісінше жазда демалып өздерінің мынандай жапырақтарын ашады. Ал көктемге осы ноябрьден бастап қаңтар айына дейін олар өзінің жаңағы мынандай бутондарын салып әдемі қылып гүл ашады. Бұл менің декабристімнің гүлі, қоңыр қызыл гүл. Былтыр бұл гүлдеді. Енді биыл гүлдейді деген ойдамын. Міне жаймендеп жаңа өздеріңіз көргендеріңіздей кішкентай бутон шығарып келе жатыр. Егерде тағы да гүлдеп жатса, мен сіздерге тағы да бір видео түсіріп көрсететін боламын. Тағы бір айтып кететін жағдай, бұны тек біз жазда ғана жаңағы жақсылап тыңайтқыш беріп, бұны жақсылап өсіріп аламыз, тамырын жандандырып. Ал егерде осы қысқа қарай егерде тағы тыңайтқыш бергілеріңіз келіп жатса, ол кезде для цветущих деген болады. Оның ішінде азот, фосфор, калий міндетті түрде болу керек. Сондай тыңайтқышпен айына бір рет, гүлдеп жатқанда да осы тыңайтқыш берсеңіздер болады. Тек для декоративных емес, ол кезде бұл гүлдеп жатыр ғой, ол кезде для цветущих берулеріңіз керек. Сосын жаңағы оның ішінде азоты аз болу керек. Өзінің инструкциясын оқысаңыздар, жаңа тыңайтқыштың бұл жаңағы ішінде азоттың, фосфордың, калийдің өзінің мөлшері болады. Егерде азоттың мөлшері аз болып, калийдің мөлшері көп болатын болса, ол кезде тыңайтқышпен қорықпай суара берсеңіздер, тыңайта берсеңіздер болады. Өйткені бұл гүл жаңағы азотты, егерде азоты көп болатын болса, бұл гүлдемейді де, тек мынандай жапырақтары жуандап, әдемі болып өсе береді, бірақ гүлдемейді. Ал егерде азоты аз, калий, фосфор көп ішіндегі проценттері сондай тыңайтқышпен тыңайтатын болсаңыздар, ол кезде сіздің осы гүлдеп жатқан гүлдеріңіз жақсы гүл беріп, сіздерді өздерінің әдемі гүлдерімен қуантатын болады. Міне жаңғыз бұл сегментінің басында емес, мына көрдіңіздер ме, мына жерде де мен қазір көрсетейін сізге. Міне мына жерде міне кішкентай ғана бутон берейін деп тұр. Тағы бір айтып кететін жағдай, бұл декабрист гүлдеп болғаннан кейін міндетті түрде жаңағы мына сегменттарын біз алып тастауымыз керек. Бұның мына жерде өздерінің бөлек-бөлек міне шыққан мына буындары бар. Сол буындарына бетіп айналдырып жіберсеңіздер, өзі түсіп қалады. Соны алып, тамырлатып, қайтадан осы декабристі көбейтіп отырсаңыздар болады. Негізі бұл декабристі қалай көбейтеміз, қалай үлкен қылып өсіреміз дейтін болсаңыздар, міне қараңыздар. Мысалға, міне мына жерде бір мына сегменттан, мысалға, мында екі сегмент шығып тұр, міне біреуінен екі сегмент шығып тұр. Өйткені мен гүлдеп болғаннан кейін бұл жердегі бір тал болып өсіп тұрған сегментті мен алып тастағанмын. Сол алып тастағаннан кейін ол жерден осындай қылып екі сегмент шықты. Енді ертең бұл гүлдеп болғаннан кейін мына мен төбесіндегі мына бір сегментті алып тастасам, бұл жерден осылай тағы да екі сегмент шығады. Соны сөйтіп сіздің жаңағы осы декабрист гүліңіз үлкен әдемі осылай өсетін болады. Міне мен сіздерге осы декабрист гүлінің күтімі туралы айттым, қалай суару керек. Қыс мезгілінде бұны да басқа гүлдер сияқты топырағы құрғағаннан кейін өте қатты топырағын құрғатпаймыз, кішкене ғана ылғалдап қоямыз топырағын. Сосын бұл гүл жазғы уақытта су бүріккенді, шомылғанды жақсы көреді. Гүлдемей тұрғанда мен бұл гүлді перекс құйылған сумен бүркіп тұрамын. Міндетті түрде бұл өзі сондай жаңағы нені жақсы көреді, су бүріккенді. Ал енді қазір бұл гүлдеп жатқанда мен бұған
су бүркпеймін. Шамалы гүл ашқаннан кейін гүліне тигізбей ғана тек осы сегменттеріне су бүркіп тұруға болады. Енді бұны қалай көбейтетін жолында айттым. Бұл декабрист қатты ондай күтімді қажет етпейді. Жақсылап суарып, жаңағыдай для декоративно-лиственных деген тыңайтқышпен жазда тыңайтып, жақсылап суарып, жазда бар жағдайын жасасаңыздар, сосын күзге қарай осындай салқын жерге, өте қатты күн түспейтін осындай салқындау жерге әкеліп қойсаңыздар, сосын суармайсыздар, сол кезде сіздердің осы декабристерің сіздерге жақсы өздерінің жаңағы гүлдерін ашып, сіздерді қуантатын болады. Менің осы видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.